Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге клубника в шоколаде пирогын жасайтын боламыз. Ешқандай пешке қосудың қажеттілігі жоқ, тез дайындалатын жолын көрсетемін. Алдымен блендердің көмегімен біз печеньемізді жақсылап үгітіп алатын боламыз. Кейін бөлме температурасындағы сары майды қосамыз. Яғни ол бізде закрома майы, енді өзіңізге ұнаған түрінен қоссаңыздар болады. Жақсылап біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Қолымызбен ұстаған кезде осылай жабысып тұруы керек. Диаметрі 22 сантиметрлік формаға жайғастырамыз. Жақсылап нығыздап жайғастырыңыздар, уақыттарыңызды алуы мүмкін. Және де асты біркелкі ыдыспен жақсылап түзетіп аламыз. Егер асты түзу болмаса, бізде біркелкі болып құйылмайды шоколад. Артық жерлерін пышақтың көмегімен алып тастаймыз. Жарты сағатқа морозильникке жібереміз. Морозильниктен алғаннан кейін құрғақ күйінде осындай құлпынайды қойып шығамыз. Егер сулы болатын болса, пирогты ірітіп жібереді, сол үшін жақсылап құрғатып алыңыздар. Енді бетіне құятын шоколадын дайындаймыз. Ыссы сливкеге осы шоколадты құйып аламыз да жақсылап араластырамыз. Бұл пирогқа Қазақстан шоколадын қоссаңыздар да болады. Енді біз желатинді дайындаймыз. Желатинмен де халал желатин, үстіне су құямыз, өзін тұндырып қойып қоямыз. Оған дейін бөлек ыдысқа сливкиді құйып, микроволновканың көмегімен немесе газға ыстыласаңыздар болады. Сол қатқан желатинді үстіне қойып, жақсылап араластырамыз. Желатин бізде өзі ериді. Кейін бізде дайын тұрған шоколадтың үстіне осылай құйып шығамыз. Сүзгіден өткізіп, жақсылап араластырып, суығаннан кейін осы құлпынайымыздың үстіне құйып шығамыз. Біркелкі қылып, кейін 4-5 сағатқа холодильникке жібереміз. Ешқандай пешке салып әуре болмайсыздар, өте тез дайындалады және трайфл сияқты дәмі ауызда ерейтін жұмсақ болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Үстін өзіңіздің қалауыңызбен сәндесеңіздер болады. Енді өте дәмді болып шықты менде. Дәмі кәдімгі клубника в шоколаде дәміне ұқсайды. Бұл пирогты жасау өте оңай. Бір жасағаннан шығады. Егер де бұл рецепт сізге ұнаса, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Мадина. Баршаңызға ас болсын, сау болыңыздар.